Қазір қымбатшылық тесіп баратыр қазір. Жұмыссыздық тесіп баратыр. Газдың бағасы 65 болды қазір Ақтауда. Көріп отырсыздар ғой. Оған кім жауапты? Жаңаөзен қаласының әкімі қудалап мен жұмыстан шығарып жіберді. Статья бойынша енді жұмысқа да қабылданбайды. Сол кезде Қилыбаев мырзаға айтқам, қолымнан келмесе мен алдыңызда өтуге келдім. Шешсеңіз, шешпесеңіз мен өз-өзімнен келдім де өртенемін деп. Қилыбаев тұрды да маған өртенсең өртене бер, өзің проблемамын ғой деп сөйтіп қарсы алып салды. Ал салық деген мынау 20%-ға көтеріледі деп министрлікте қозғап отыр. Оған кім жауап береді? Халқының мұң-мұқтажын тыңдай алмай ма? Орнын босатсын, кетсін. 3 күн бұрын айтып қойшы. Сөйлеп айтып бар. Қилыбаев деген ана белсенділерді кез келгенмен сөйлесеміз, біздер де пиар жасап отыр ғой. Қайда айтқан сөзі қайда? Айтқан сөзі қайда? Кіммен кездесті? Қай белсендімен кездесті ол? Біреумен кездескен жоқ. Ол не керек пиар жасап ол? Көрініп, блогер ма? Мұнда әкім керек емес, кетсін орнын. Орнын босатсын, халқымен кездесе алмай ма? Халқының мұң-мұқтажын тыңдай алмай ма? Орнын босатсын, кетсін. 3 күн бұрын айтып қойшы. Сөйлеп айтып бар. Жазып алдыңыз ғой, фамилиямыз жазып алдыңыз ғой. Ат жөніміз жазып алдыңыз ғой. Аппарат басшылар жазып алдыңыз ғой. Шақырайын тұрған жоқсыз. Баспасынан келіп отырып қой сонша не деп айдамайды сонда? Не үшін жазып алды сонда? 3 күннен кейін айтып кетті, жақсы деді, болды ғой. Келіп отыр ғой, 3 күн өтті міне, қайтып айналып келіп отыр ғой. Қайда заңдарының біреуі де келмейді. Сонда қалай ол білмеймін, халықты менсінбейді ол мына жерде. Акимат мен түсінбедім сізді. Олар ешкім жасап отырған жоқ ондай әрекет. Кім жасап отырған жоқ? Сендер өткенде де келдік, тағы келіп отырық қой, неше рет келіп отырық сендерге. Енді бір кездесу керек қой, кешіргенде, кешірілмеңдер. Шегі бар ғой, шеті бар ғой. Siz o'tkanda tushundirdingiz, o'tkanda tushundirdingiz. Аппарат басшысының орынбасары Анвар Бимағанбет ұсыныс сізді қабылдады. Сол кезде сізге айтты, мен хорошо сіздің телефоныңызды жазып алайын, бірақ қабылдау тағайындалған уақытта сізге ескертем деді. Олар осы күні кешені 3 күн деп айтты. Ол күні 3 күн деп айтты. Ол күні келетін кісілердің жұмысы бар, басқасы бар мысалға да. жоқ аға білем ғой, енді соның барлығы Сонда кішкене нету керек қой. Сол кезде де түсіндіріп айтты, біз жұмыста боламыз, қайтеміз дегенде сол кезде өзіңіз келісіңіз ғой аға. Жоқ, сәкіні 1 сағат өтейін ете алмай ма өзінің халқына? Хотя 1 сағат өтейін. 1 сағат емес, жарты сағат болса да болады бізге. Біз өзіміздің жеке шаруамыз емес, халықтың мұң-мұқтажы айтайық деп тұрғанымыз. Бірде-бір замы келе алмай отыр ғой. Біздер мына қара басымыздың қамымызбен келіп отқан жоқпыз. Қазір қымбатшылық тесіп баратыр қазір. Жұмыссыздық тесіп баратыр. Газдың бағасы 65 болды қазір Ақтауда. Көріп отырсыздар ғой. Оған кім жауапты? Кім жауап береді? Басқан бар. Ал қымбатшылық кім жауап береді? Иә, кімде өсіп отыр, кімде? Ал салық деген мынау 20%-ға көтеріледі деп министрлікте қозғап отыр. Оған кім жауап береді? Енді бізге қалған тек ана жақ Астанаға кетуіміз керек қалып отыр ма? Астанаға барсақ қазір Нұрдәулет бар, соған барыңыз дейді облыс әкімімізге. Ал облыс әкіміне келсек жоқ, бірнеше рет кездесе алмаймыз. Мынандай жағдай. Жоқ, қай кезде естіді? Шақыршы біреуді, біз біреумен кездесек, шақыршы любой адам. Шақырыңыз, мұндай әкім не керек? Шақыр аға, заменителер шақыр. Бізге пиарщик, анандай әкімдер керек емес сондай әкім. Ана жылға жасайтын әкім керек жоқ. Не керек ондай әкімдер? Жаңа бауырым. Әкімшілікте кім бар мына жерде? Жаңа кіріп кетті ғой, вообще. Оны аға мен көрген жоқпын. Басымды алып қашпаймын, бірақ қосымша жеткіземін аға. Жоқ, қашан жеткізесіз соны? Енді мен сол бара тұрмын қазір жеткізуге. Сен енді телефон соғасың ба? Бірдеңе қылшайшы енді, бұны жібересіз ба? Аяқтай барып Күтейік ба? 10 минут күтейік ба? мен сізге 10 минут күттім, 5 минут күттім деп уақыт айта алмаймын аға. Сен барып келуіңе қанша керек? 1 сағат керек па? Енді барып сөйлей берсейші бар. Хорошо, жақсы күтемін. Сен барып келуіңе 1 сағат керек емес шығар? Не себепті шыға жердіңіз? Не себепті шыға жердіңіз? Сіз қай жерден келдіңіз? Мен маңызды емес қай жерден келдім. Мен айтып жатырмын көрсеттім ғой, мен бұлар сияқты жүре аламын бұл жерде. Қоғамдық кеңес мүшесімін. Жаңа түсінді, онда маған не үшін берді бұл куәлікті? Бұл куәлікті не үшін берді маған? Мен жүре алмайтын болсам, мына куәлікті не үшін берді? Мына рұқсат қағазбен кіргізе алмаймыз. Куәлікті ма? Иә. Кіргізе алмайсыз да? Жоқ, кіргізе алмаймыз. Оны дәтқа сүйен айтып берші, соны кіргізе алмаймыз деп. Жоқ, мынау мен жоқ, сіз басқа бойынша келіп тұрсыз. Не бойынша кетті? Не бойынша келіп тұрсыз сіз өзі?
Жаңа азаматтардың талаптары бойынша кетіп тұрмын. Мен қоғамдық кеңес мүшесімін. Қоғамдық кеңес жаңа биліктен халықтың ортасындағы. Сізді шақырды ма жиналысқа? Иә. А? Иә. Мен маған шақырып Списогі берген жоқ бізге. Қандай Список список? жоқсыз. Қандай список? Жиналыстың списогінде. Қандай список болды сіздер жерде? Мына жаңа кісілер болды. Соны айтты. Списокте болды ма? Жоқ. Қатысатын жаңа қатысу талаптарын айтты сізге. Дұрыс па? Жоқ, қандай списокте болды? Жоқ. Сол Не өтірік айтып тұрсыз, не жалған ақпарат беріп тұрсыз? Жоқ. Жаңа аяқ астынан келді азаматтар Жоқ, білесіз біз ба? айтып- Список болған жоқ, осы жерде атын жазды. Не Тыңдайсыз ба? өтірік айтып тұрсыз? Ішкі тәртіп солай. Ішкі тәртіпін көрсетші. Көрсетпеймін ішкі тәртіп. Көрсетпейсің бе? Жоқ. Ішкі тәртіпті көрсетпейсің бе? Көрсетпеймін. Сонда маған кіргізу негіз жоқ болып тұр ғой ешқандай. Жоқ, ол ішкі тәртіп. Ішкі тәртіп жоқ болып тұр. Жазылған. Жоқ болып тұр енді көрсетпейін деп тұрсыз ғой сіз. Жоқ, сізге көрсетпеймін оны. Жаңа жолынан қайда жаңа? Сұраңыздар. Управделамиеден сұраңыз. Солар көрсетеді сізге. Сіз істеп жатқан жұмысың заңды деп ойлайсыз ба? Ау? Істеп жатқан іс әрекетің заңды деп ойлайсыз ба? Иә. Иә деп тұрсыз иә. Куәлігіңізді көрсетші. Куәлігіңізді көрсетші. Неге? Енді сіз кім екенін білесіз бе? Маған таныстырған жоқсыз куәлігіңізді көрсеткен жоқсыз. Сіздің контентіңізге мен көрсетпеймін. Телефоныңызды өшіріңіз. Мен көрсетемін сізге. Менің контентімді не дейсіз? Контентіңіз үшін мен қызмет бар көрсетпеймін мен. Көрсеткіңіз келмейді да? Көрсетпеймін сізге. Сіз міндетіңіз жасады көрсете білесіз ба? Сіз міндеттісіз көрсетуге дұрыс па? Судында сұрау бар, есінде болсын. Судында сұрау бар. Жаңаөзен қаласының әкімі қудалап мен жұмыстан шығарып жүрді. Статья бойынша енді жұмысқа да қабылданбайды. Сол кезде Қилыбаев мырзаға айтқам, қолымнан келмесе мен алдыңызда өтуге келдім. Шешсеңіз шешеңіз, шешпесеңіз мен өз-өзімен келдім де өртенемін деп. Қилыбаев тұрды да маған өртенсең өртене бер, өзің проблемамын ғой деп сөйтіп қарсы алып салды. Сонымен тұрайын деп жатқан кезінде жаңа аппарат басшысының көмекшісі Ануар деген бала қой деп сол жерде 40-50 адам отыр, даже камераға түсіріп. Сонда жағдай болды. Енді мына құдалының аяғы жағы осылай келіп тұр. Енді жұмыстан шығарды. Я жұмысқа кіргізбейді. Бірінші жүргеніме 1,5 жыл болды. Айқай шу. Қайттан әкімшілік алдына келдік. Ешқандай шара қолданбай жатыр. Прокуратураға кірсек, прокуратура қабылдамайды. Перенаправление дейді. 65-ші статьямен. Сол 65-ші статьяны құрту керек. Мына трудовой книгамды бұзып тастады. Міне құртты. Мына жағын қалдырып 5-6 бет қалдырып міне. Мына қабылданды деген мынаны тастап кетеді, мынаны тастап кетеді, мына жағына келеді да жұмыстан шығарып 52-ші статья 1-ші пункт 8-ші пунктпен жұмыстан шығарып жүреді. Енді жұмысқа да алмайды. Жүргеніме 1,5 жыл болды. Сені сол айқай шу шығарып жатсың, сол үшін істеп отқан тірліктері мына Маңғыстау облысында заңсыздық. Жүргенімізге 1 жыл болды. Мысалы, жұмыс келсең, мұнда келсең, Жаңаөзеннің әкімі келіп алып кетеді, алдап, шаруаны шешем, бәрін істеп берем деп. Жаңаөзенге барсаң, шешілетін мәселе жоқ. Тек құр уәде, құр сөзбен адам шығарып тұрады, алдайды. Бірдеңе десең айту. Басқа адамдар жұмысқа кіріп жатыр, білмеймін, біздер енді шындықты айтып, шырылдап сөйлегеннен кейін біздерді жұмысқа алмайды. Бәр жерге бізді жексұрын қылып болды мекемелердің бәріне. Бұлар айқайшы бірдеңе десе айқай шығарады, завод сопкіге тұрады. Біздерге завод сопкі ештеңе керек емес, біздерге бір тұрақты қазқорымшы завод болмаса да, сол Жаңаөзен қаласына Өзенмұнайгазға қарасты мердігер мекемелерге салса да біздер болады. Біздер ол қатып қалған бір қазқорымшы завод деп отқан ештеңеміз жоқ. Мәселе осы, жұмыссыз 1 жыл болды, алдап жатқанына. Шешілмейді мәселеміз, шешпейді, қарамайды. Анда барсаң алда жібереді, мұнда келсең қараймыз дейді. Енді біздер қайда барарымызды білмейміз. Мен жалпы өзім Ақтау қаласының әкіміне арыз жаздым. Мен осындай менің мәселемді қаралып жатқан жоқ. Мен ертеңгі күні мен өз-өзіме бензинмен өртеймін. Енді сол мен сөйтпесем енді мені вообще жұмысқа ешкім алмайды. Алдайды, өтірік айтатындар өтірік. Мен сондай бензин құям деп
соған мені соған өздері итермелеп тұрып, соған өздері апарып, осындай жағдайға алып келді мені. Ассалаумағалейкум. Құрметті ағайындар, құрметті маңғыстаулықтар. Міне бүгін біздер Жаңаөзен қаласының қоғам белсенділері, Жаңаөзен қаласының тұрғындары мына осы қордаланған мәселелер бойынша облыс әкімі Нұрдәулетке бұрын келген болатынбыз, кіре алмай кеткен болатынбыз, бірақ Ануар деген замына айтып кеткен болатынбыз. Олар біздердің телефон нөмірлерімізді алды, ат жөнімдерімізді жазып алды. Бүгін міне ақпан айының 7-сі біз тағы да келдік, осы өзен халқы болып, бір топ, бірақ тағы да кіре алмай кеттік. Тағы да Нұрдәулет жоқ. Нұрдәулеттің өзінің айтқан облыс әкімі қоғам белсенділерімен кездесіп тұрам деп айтқан өзінің интернет желісінде сөзі бар. Ол сөзі қайда? Енді міне жаңағы өзінің замы, тілек деген замымен, ол нешінші зам екенін білмеймін, бірақ мен замымен де сонымен кездестік. Алдымызда бір апта уақыт берді, ол да бір аптаның ішінде Нұрдәулетпен кездестірем деді. Біздер өзіміздің қарабасымыздың қамымызбен келген жоқпыз бұл жерге. Келген себебіміз қазір халықтың мұң-мұқтажы қазір, қымбатшылық, ендес 12% қазір. Соны 20%-ға көтерілсе, сен газды де, азық-түліктерді де сен тоқтата алмайсың. Қымбатшылық сол кезде жұмыссыздық басталады. Соны біз ескертейін деп мына жерге келіп отырмыз. Мына Ақтау қаласында мына жерде газдың бағасын көріп отырмыз. 65-ке барды қазіргі таңда. Ал біздің Жаңаөзен қаласында бір қоғам белсенділердің айтуы бойынша біздер 59-дан көтертпейміз газды дейді. Ол мүмкін емес, ол көтертпей, ол көтереді. Бұлар қазір былай қарағанда алдап отыр бұлай. Үкімет қазір Ақтау 65 қылады, ертең 70 қылады. Басқа жерлер, өңірлердің барлығын көтереді. Сосын жалғыз Жаңаөзен 59 болып тұрмайды ол. Халық тынышталғаннан кейін қайтадан көтеріп жібереді, ол белгілі зат. Бұл құйтырқы әрекеттер ағайындар. Облыс акиматына келген себебіміз не жаңағы? Халықтың мұң-мұқтаж деп айтып отыр ғой жаңағы. Азық-түлік дейтін ұшынып бара жатыр. Квартплата ұшынып бара жатыр. Жаңағы ГСМ мәселесі. В общем, көп мәселе дейді. Жұмыссыздық мәселесі бар. Қаншама жастар қаңғып жүр, жұмыс таба алмай. Соның бәріне бір нүкте қою керек. Қоғамның мәселесі айтылмаса, қоғамның мәселесі талқыланбаса, онда қоғамның мәселесі шешілмейді ғой. Онда мәселе айналып тұра береді. Депутаттар не істеп отыр да, мысалы, атсалыспаса, әкімшілік келіп қараласпаса, бұяқтағылар не істеп отыр да? Келіп тұрған адамдарды қуып итеріп осындай іс-әрекет жасаса, не керек бар онда ашып қаншама материалдар шығарып қаражат жұмсап та ешқандай нәтиже жоқ та, бір қаражат жұмсауға жатыр да. Или маңызды қаражат жұмсау ма? Мотивация солай болып тұр ма? Үкіметтің қаражатын жұмсау ма? Түсінбедім, не масқара мынау? Просто имитацияда дұрыс емес қой, ешқайыққа бармаймыз. Мен ешқандай оң нәтиже болмайды. Тек теріс нәтиже болады. Ұсаққа қандай нәтиже көріп жатыр? Жоқшылық, қиындық, әділетсіздік сол жалғаса береді. Қиылбай келді Нұрдәулет. Әңгімесіне кәдімгі сөйлеген әңгімесіне бір мін тара алмайсың. Сөз дегенде сіпетіп айтып тұр. Іс жүзінде міне көріп отырмын да. Қаншама жиындарда, отырыстарда кездесіп жүрмін, сөйлеген кезіме сықетіп тұр кәдімгі. Мазы отырып, мықты екен деп қоясың. Азамат. Іс жүзінде міне көріп отқандай. Сол қазақ елі. Қолымыздан келгенше амандасып әрекеттене ме? Нәтижесін көреміз. Нәтиже жұмыс жасаған келеді. Нәтиже көрмегесінде қиынды. Бірақ көріп тұрғандай қиын нәтижеге қол жеткізді. Бірақ аталарымыз да осы жолда жүрген, көрген, біз олардан артық кем емеспіз. Қолымнан келгенше әрекеттенемін. Әрекетті бе? Береке.